Достар, ассалаумағалейкумдер. Бізде тағыдан басқа бір Honda Odyssey келіп тұр. Бұл кісіде EGR клапан жасамай қалған және катализаторлар жоқ болып шыққан. Соны қазір прошивка жасайтын боламыз. Сосын мына жерде датчик отключение цилиндров датчигі жасамай қалған. Сонда сөндіріп көруге тырысып көреміз қазір. Прошивка жасаймыз, содан кейін иесі айдап бір сұхбатын алып көретін боламыз. Бұларды EGR клапан сынған мына жерде. Көрініп тұрғандай изолентамен тұр. Мына штекер жасамайды. Клапан ашық күйде қалғасын, мына ыссы ауа, катализатордан ыссы ауа мына дросельге қарай артқа қарай келіп, машина баспай тұр, жүрмей тұр. Соны прошивка жасап көргеннен кейін, алла қаласа айдап көріп, жаңа айтқандай крен соғатын бір беріп қарастырып көретін боламыз. Көлік 2008 жылдық Хондасы. Мінекей жігіттер, жаңа Honda Odyssey'міз жасаған болатынбыз. Бұл көлікте система отключения цилиндров деген бір датчик бар, бір құрылған. Сол датчикті суырмай, көлік жүрмей қалады. Жаңа EGR клапанды айтқанында істеп берген болатынбыз. Иесінен өзіне сұрайық, қалай екенін. Қалай брат, жалпы? Керемет болды. Жүрсі дейтін мынау айын. Жазбастан сен кетіп барады. Осылай міне Хонданы жақсылап тұрып айналдыруға болады прошивкамен. Себебі бұларда EGR жасамай қалса, машина баспай қалады. Осылай міне Euro 2 тюнинг және EGR датчигін сөндірген болатынбыз. Баршаңызға рахмет, сәттілік тілеймін. Лайк басып, жазылайық ағайындар.